Бұл видеоның екінші бөлігі болып табылады. Біз осы бірінші бөлікте p тең mvx квадрат бөлінген v дегенде тоқталдық. Сосын біз vx квадрат орташа тең 1 бөлінген n сумма осы vx квадраттың бірден n-ға дейін қосындысы екенін анықтадық. Сонда бізде p тең n орташа жылдамдық x квадрат бөлінген v екеніне тоқталдық. Осы жерде pv тең mn vx квадрат екенін байқай аламыз. Біз осы ең бірінші сабақтан pv тең nrt формуласы біздің есімізде бар. Ол идеалды газ формуласы. Біз pv тең nrt және pv тең mn орташа жылдамдықтың квадраты екенін білеміз. Сонда бізде pv тең mn vx квадрат тең осы квадрат әрқашанда ішінде болады. Себебі ол квадраттың орташаның квадраты емес, және тең rt екенін байқаймыз. Тең nrt. Осы жерде біз m vx квадрат тең n бөлінген n rt екенін байқай аламыз. Біз мектеп программасының n тең n бөлінген na формуласын білеміз. Осы формулада біз na-ны n бөлінген n етіп өрнектей аламыз. m v квадрат яғни тең осы 1 бөлінген n онда бізде тең n бөлінген n-ға тең болады. Сонда осы формуланы біз rt бөлінген авогадро санына теңестіре аламыз. Осында өте маңызды ол кинетикалық энергия. Бізде жалпы ішкі энергия деген не екеніне біз келесі сабақ ораламыз, айтып шығайық. Ішкі энергия бізде ол потенциалдық энергия және кинетикалық энергиядан тұрады. Потенциалдық энергия ол өрістің жұмысы, яғни осы объекттегі вибрациялар, электрондық конфигурациялар және тағы басқа. Ал кинетикалық энергия деген ол біздің осы денеміздің жұмысы, яғни біздің денеміз ол бір жерден екінші жерге ауысады, яғни орын ауыстыру және тағы басқа. Потенциалды энергия ол кинетикалық энергия жоқ болғандағы осы біздің жүйеміздің ішкі энергиясы болып табылады. Яғни U тең UM0 көбейтілген кинетикалық энергия. Неге олай? Себебі кинетикалық энергия температура 0 болған кезде 0-ға тең болады. Себебі ол тек қана температура мен жылдамдықтан тәуелді болып табылады. Кинетикалық энергия бізде 1 бөлінген 2 m v x квадрат екенін білеміз. Орташа кинетикалық энергия. Осы жерден біз бірінші бөлікте айтып шыққандыққа осы 3 координата бойынша аппликант, ордината, абсцисса бізде молекула бірдей жылдамдықпен, яғни бірдей қозғалады. Сонда бізде vx квадрат тең vy квадрат не vz квадрат орташалар тең болады. Сонда бізде кинетикалық энергия ол тең
осы 3 бөлінген 2 м n v x квадратқа тең болады. Осы жерде орташа болмайды. Так. Вот. Біз мына жерде нені байқай аламыз? Осы 3 бөлінген 2 mn vx квадрат, ол бізге осы mn vx квадрат тең nRT-ні өте қатты есімізге түсіреді. Сонда біз осы k-ні 3 бөлінген 2 nRT деп ала аламыз. Алайда біз осы кинетикалық энергияны бір молекулаға санағандықтан, яғни n осы жерде тең 1, біз осы nRT-ні Авогадро санына бөлеміз. Біздің n-іміз жойылып кетті, себебі біз яғни 1 мольға санап жатырмыз. Сонда осы жерде біз яғни n-ді тең n бөлінген n-аны n тең 1 болғандықтан 1 бөлінген n-ға ауыстырып жібердік. Осы теңдеуде. Осы жерден біз r бөлінген n-а тең k екенін байқай аламыз. K деген ол не? K дегеніміз ол Больцман константасы. Яғни KB ол константа не білдіреді екен, және ол не екенін біз келесі сабақтарда қарастырамыз. Алайда қазір оның мәні ол 1.38 көбейтілген 10⁻23 джоуль бөлінген кельвин болып табылады. Сонда орташа энергияны біз яғни Декарт жүйесінде 3 әртүрлі координата бойынша қозғалғандықтан 3 бөлінген 2 кт ретінде ала аламыз. Яғни әр координата бойынша бізде молекула осы энергияға 1 бөлінген 2 кт мүшесін қосып тұрады. Яғни үлесі болады. Және ол үлестер 1 бөлінген 2 кт бүкіл осы молекула жазып жатқан координаталарына тең болады. Осыны біз келесі сабақтарда көбірек ішкі энергиямен, жылу сыйымдылығымен және тағы басқа термодинамикалық тұрақтылармен және термодинамикалық функциялармен байланыстырамыз. Ал бүгінгі сабақ қызықты болды деп ойлаймын. Және сіз осы сабақты түсіндіңіздер деп үміттенемін. Сау болыңыздар.